Ел жаңалықтары. Жамбыл облысына кіретін жолдарда қатаң бақылауда. Өңірдің 4 ауданында санитарлық бекеттер ашылған, аймақ арқылы өткен әрбір көліктегі жолаушылар жіті тексеріліп жатыр. Таразда карантин жарияланды. Барлық автокөліктің және адамдардың қала аумағына кіріп шығуына тыйым салынды. Тараз қаласы карантинге жабылғалы блок бекеттегі полицейлер қалаға кірем деген барлық тұрғындарды жіті қадағалауда. Қазір облыс орталығына кіріп шығу тоқтатылып жатыр. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сағынбаев Мақсат Азатұлы. Қазіргі таңда әлемде таралып жатқан коронавирус індеті бізде де толғандары хақ. Біз үшін болашағымызға бағыт бағдар беретін, ұлтты үйістіріп, мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол мәңгілік ел идеясы. Тұрмысы бақуатты түтіні түсіп шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын мәңгілік ел болу. Осы күнде әлемде таралып жатқан індеттен мәңгілік елдің тұтқасын ұстайтын ұрпағымызды қорғау шаралары қалай жүзеге асырылуда. Бұл жөнінде Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Ақбұлым ауылы әкімдігінің бас маманы Марат Серікұлының пікірін тыңдайық. 1995 жылы қабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бөлімі жалпы ережелер бірінші баптың бірінші тармағында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық сайырлы құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары делінген. Осыған сәйкес әрбір елдің қазынасы адам болғандықтан, олардың қауіпсіздігі мемлекет үшін басты мәселе. Әлемді шарпыған коронавирус індетінен сақтану үшін мемлекетіміз бірқатар шараларды іске асыруда. Аталған індеттің таралуын шектеу үшін елімізде жаппай карантин жарияланды. Еліміздің болашағы жастарды қорғау мақсатында мектептер мен жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқыту шаралары жүзеге асырылуда. Қашықтықтан оқыту тиімділігі қоғамда індеттің таралуын шектеумен үздіксіз білім алуды жалғастыру. Бұл шаралар дені сау ұрпақты қалыптастырудың негізі. Құрметті көрермендер, кеш жарық 6 сәуірден бастап 3 миллионнан астам мектеп оқушылары қашықтан оқыту форматына көшеді. Бала тәрбиесіндегі басты тұлға бұл ата-ана. Аталған қашықтықтан оқыту жүйесін ата-аналар қалай қабылдауда? Ата-ана пікіріне құлақ салып көрейік. Қазіргі жағдайлар бәрімізге белгілі. Сол себепті мынау індеттің алдын алып, сақтық шараларын мұқият орындап, әр ата-ана өз балаларымызды үйде ұстап, үйде кезімізде балаларды пайдалы істермен айналысып, қашықтық оқуын қадағалап, барлық жұмыстарға жауапкершілікпен қарасақ, біз бұл қамалды жеңеміз. Біз алмайтын қамал жоқ. Біз бұл індетті жеңеміз. Елбасына осындай түскен қиын кезеңде барлық жұмысқа жауапкершілікпен қарап, біздің балаларымызды өз балаларындай көріп, солар үшін шырылдап жүрген ұстаздарымыздың еңбегін бағаламай кетпеуге болмайды. Ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Сол үшін ата-аналар бәріміз бір ауыздан осы ұстаздарымызға кішкене қолдау көрсетіп, балаларымызды үйде ұстап, балаларымыз үшін, болашағымыз үшін бәріміз бірге болайық. Сіз де үйде болыңыз, біз де үйдеміз. Пандемия індеті тараған қауырт кезеңде бейбітшілікке тірек етіп, мемлекетіміздің әрбір азаматын аман алып қалуды көксеген кемел саясат. Білім саласында да тұралап қалмауды көздеп отыр. Сондықтан да еліміздегі барлық оқу орындары қашықтықтан оқуға көшіп отыр. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназия директоры Сыздықова Гүлнар Құрманәліқызы. Осы кезеңде қашықтан оқыту қиындық па, әлде жаңа мүмкіндіктер ме? Осы күрделі кезеңде әлемнің 167 еліндегі миллиардтан астам бала қашықтықтан білім алуға көшті. Әрбір істің бастамасы әрине қиындықпен басталатыны заңды. Бірақ қалай болса да білім беруді жалғастыруымыз керек. Балалар қашықтықтан оқуға икемделіп келеді. Олар үшін Білімленд, Дарын онлайн сайттары және Балапан ел арна телеарналарындағы
берілген сабақтар қолжетімді. Қашықтықтан оқу арқылы әрбір балаға жаңа мүмкіндіктер ашылды десек те болады. Өйткені олар видео сабақтарды бірнеше рет қарап, жақсылап санасына құйып алады. Дамыған елдер қашықтықтан оқыту жүйесіне бейбіт кезінде көшіп қойған. Бір жағынан алып қарасақ, осындай дамыған елдердің тәжірибесін қолданып, өздігінен білім алуға, дағдылануға зор мүмкіндік болып тұр. Әрине, бұл жүйенің қиындығы да жоқ емес. Кейбір отбасыларда теледидар, интернет жоқ. Ондай отбасыларға мектептегі компьютерлерді, теледидарларды үлестіріп, оқушының жүйелі білім алуына жағдай жасалуда. Біз үшін бұл да бір сынақ. Сынақтан сүрінбей өту ата-аналар мен әріптестерге тікелей байланысты. Сондықтан да ата-аналарымызға сенім мен түсіністік, ал әріптестерімізге қайрат пен шығармашылық шабыт тілеймін. Енді осы мәселе тұрғысында оқушы пікіріне назар аударайық. Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның өзін-өзі басқару Жас ұлан, Жас қыран ұйымының төрайымы Қайрат Ескермайға сөз кезегін берсек. 21 ғасырдағы жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел келешекке апаратын біз, жастар. Біздің ортақ тағдыр, бұл біздің мәңгілік ел. Осындай елде туып өскенімді мақтан етемін. Отан алдындағы борышым, ұлы жауапкершілікпен білім алып, елдің өркендеуіне үлесімді қоссам деймін. Қазіргі таңда біз ата-ананың, мұғалімнің, үкіметтің қолдауын сезініп отырмыз. Бұл сезім біздің болашақ өмірге деген махаббат пен рух сыйлайды. Рухты елдің ұландары біздер кез келген қиындықты жеңеміз. Біз біргеміз. Қазақстан менің отаным. Мен үшін жауапты екені сияқты, мен де сол үшін жауаптымын. Деген ойды бойына сіңірген әр бала мәңгілік ел болудағы мұраттарымызды берік ұстап, еліміздің ертеңіне саналы түрде қарап, білім алуға көңіл бөліп, сақтық шараларын қатаң түрде сақтайды деген сенімдеміз. Біз біргеміз, берік іргеміз. Күлтегіміз қаған білгеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз.